Сәлем достар. Мысықтың адамның қасына келіп еркелегені өте сүйкімді көрінеді. Тек мысықтар ғана емес, басқа да жануарлар адамға өте жағымды болады. Бірақ мойындау қажет, барлық жануарларды сүйкімді, жағымды деп айтуға болмайды. Кейбірі мүлдем ұсқынсыз болады. Ал мына жануардікі шектен шыққандық. Біз бүгін сіздерге жануарлардың бір-ақ рет көретін қылықтарын көрсететін боламыз. Мына қасқыр аюға құтырып сол күйі шабуыл жасай алмай қалды. Менің ойымша бұл жануар өзінің анасын таппай жүрген секілді. You little cute thing. If I was your mommy, I would totally take care of you. Aww. Тағы да таңғаларлық жағдай. Мына видеодан кейін жапалақты қауіпті құс ретінде санау қиын. Тасбақа өзінің үстіндегі тасты әрең көтеріп жүргенде, мына жануар үстіне шығып алды. Heavy. Oh gosh. Мына тигрлар билеті жоқтай автобустың артынан қалмай жүгірді. Мынандай жылдамдықпен талдың төбесіне шыққан жануарды көрдіңіз бе? Мына балықтар 30 сағат бойы сусыз өмір сүре алады. 哇，真的还可以动啊！来试一下这条，哇，这条也可以哇！ Тасбақалар тек жай жүрмей, жай құлайды екен.
Өкінішке орай мына мысық үлкен тышқанды өлтіре алмады. Мына анаконданың үлкендігін қараңыз. Did you get that? Look right here. Uh-oh. She totally does look like a caterpillar. So cool. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде біздің осындай қызықты видеоларымызды ешқашанда жіберіп алмайсыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұрхамит, қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.